Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырып алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Сабақтың мақсаты біз алғашқы функция ұғымы және оның қасиеттерімен танысып, оларды есеп шығаруда қолдануды үйренеміз. Анықтама. Кез келген x жиынында өзгеретін x үшін үлкен f туынды x тең кіші fx теңдігі орындалса, онда fx функциясы кіші fx функциясының алғашқы функциясы болып табылады. Осы анықтаманы мысал ретінде қарастырайық. Үлкен fx тең 2x куб азайту 3x функциясы кіші fx тең 6x квадрат минус 3 функциясының алғашқы функциясы бола ма? Мұндағы x барлық нақты сандар жиынында. Шешуі. Алғашқы функциясы екенін дәлелдеу үшін біз үлкен f-тің туындысын алсақ жеткілікті. Үлкен f' x тең болады кіші fx. Яғни 2x куб азайту 3x-тің туындысы тең болады. 2x кубтың туындысы 6x квадрат, 3x-тің туындысы минус 3. Соңғы өрнек 6x квадрат азайту 3 бастапқы өрнекпен сәйкес. Яғни жауабы болады. Сонымен, алғашқы функция туындының кері амалы болып табылады. Бірінші мысалға оралайық. Бұл жерде бізде алғашқы функция берілген болатын. Біз оны туындыға алып тексеріп көрдік. Ал егер бізде тек қана осы функцияның алғашқы функциясын қалай табамыз? Ол үшін алдымен алғашқы функциялардың табу кестесін құрайық. Оқулықта берілген кесте, осы кестедегі тұрған мәліметті есте сақтаймыз. Сол жақ бөлігінде функция берілген, кестенің оң жақ бөлігінде сол функцияның алғашқы функциясы жазылған. Екінші мысал fx тең 3 функциясының алғашқы функциясын тап. Бірінші жолда кез келген тұрақты санның алғашқы функциясы kx қосу c түрінде берілген. Мұндағы c тұрақты шама, тұрақты сан. Яғни fx тең 3-тің алғашқы функциясы 3x қосу c. Функция x арқылы берілген, ал c тұрақты шама. Соңғы жауап бастапқы функциясының алғашқы функциясы болып табылады. Келесі мысал fx тең x куб функциясының алғашқы функциясы. Бұл кестенің екінші жолы. Яғни x альфа дәрежесі, бұның алғашқы функциясы x-тің альфа қосу 1 дәрежесі бөлінген альфа қосу 1. Қосу тұрақты шама. Яғни алғашқы функция тең x куб қосу 1
бөлінген 3 қосу 1. Формулаға келтірдік. Енді осы өрнекті ықшамдайық. 3 қосу 1 4 болады. X-ның 4 дәрежесі бөлу 4 қосу c. Соңғы шыққан өрнек бастапқы функцияның алғашқы функциясы болып табылады. Бірінші мысалға қайта оралайық. 6x квадрат азайту 3 функциясының алғашқы функциясын табайық. Алгебралық қосынды берілген. Ол үшін 6x квадраттың жеке, 3-тің жеке алғашқы функциясын табамыз. 6x квадраттыкін табу үшін 6 коэффициенті өзгеріссіз жазылады. X квадраттың алғашқы функциясы кестедегі екінші жолға назар аударамыз. Минус 3. 3 тұрақты сан болғандықтан 3-тің қасына x-ті тіркеп аламыз. Қосу тұрақты сан c. Өрнекті ықшамдайық. 6 мен 3-ті қысқартсақ, 2x куб азайту 3x қосу c жауабы шығады. Бұл берілген функцияның алғашқы функциясы болып табылады. Осымен бүгінге сабақ аяқталды. Тапсырмаларға көшейік.